Мен бүгін Конституцияның 20 бабы туралы қысқаша айтып өткім келеді. Өзімнің алдыңғы сөз сөйлеуімде ғылыми шығармашылық еркіндігін және зияткерлік меншікті заңмен қорғауды бекіту мәселесін қарастыруды ұсынған болатынмын. Кеше сіздер көрген жоба мәтініне бұл ұсыныс енгізіліпті. Осы түзетулер шығармашылық еркіндігін тиімді қорғауға ықпал етіп, заң деңгейінде құқықтық қорғау тетіктерін күшейтуге мүмкіндік береді деп санаймын. Сонымен қатар аталған бапта құқықтарды пайдаланудың шектері де айқындалып отыр. Яғни ақпарат тарату бостандығы басқа азаматтардың құқықтарын, қоғамдық тәртіпті және қоғамның рухани адамгершілік құндылықтарын бұзбауы тиіс екені көрсетіледі. Бұл ұсынысты кейбіреулер сынға алғанымен, мұндай нормалар заң деңгейінде нақты және айқын реттелуі қажет екенін түсінуіміз керек. Ал мұндай мүмкіндік Конституция арқылы беріледі. Егер Конституцияда осындай норма бекітілетін болса, онда барлық заңдар соған сәйкес келтірілуі тиіс. Сондықтан бұл мәселе құрылтай қабылдайтын заң деңгейінде жан-жақты талқылаудан өтіп, дауыс беру арқылы шешімін табу қажет деп есептеймін. Ең бастысы, біз бір жағынан адам құқықтарының сақталуы туралы айтуымыз керек. Ал екінші жағынан қоғамдық мүдделер мен тәртіптің сақталуының да бірдей маңызды екенін атап өтуіміз керек. Бүгінде қоғамда үлкен резонанс тудырған құқық бұзушылық жағдайлары адам құқықтары мен қоғамдық мүдделер мен тәртіптің біртұтас өзара байланысты түрде қарастырылуы тиіс екенін көрсетіп отыр. Қауіпсіздік те дәл осы ұстанымға негізделіп, ол тек жеке адамға қатысты емес, бүкіл қоғам үшін де қамтамасыз етілуі тиіс.